Қайырлы күн, эфирде бәріміз үйдеміз жобасы. Бүгін біздің онлайн қонағымыз әнші, Қазақконцерт мемлекеттік концерттік ұйымы шығармашылық қызметінің басшысы Мөлдір Әуелбекова. Мөлдір, сәлем, қалыңыз қалай? Сәлем. Жақсымын, өздеріңіз қалайсыздар? Рахмет, жақсымыз. Карантиндегі күндеріңіз қалай өтіп жатыр? Карантин мықты өтіп жатыр. Өйткені үйде бала-шаға көп. Карантиндегі мен үйдегі рөлім тәрбиеші, няня. Иә, естідік, 8 баланы бірдей бағып жатыр екенсіз. Иә, күнделікті бала-шағамен әртүрлі ойындар ойнап, маған қайта керісінше қызықты өтіп жатыр. Мөлдір, енді қателеспесем, осы сәуір айының соңында басшылық қызметке тағайындалғаныңызға тура 1 жыл болады екен. Қызметіңіз жөнінде айтып беріңізші, күнделікті жұмысыңыз неден басталады? Күнделікті жұмыс таңертең мемлекеттік қызметкер ретінде жұмысқа барудан басталады. Бізде менің жаңағы шығармашылық қызметінде менеджерлер бар. Біздің министерство, біз мәдениет және спорт министрлігі болғандықтан, сол жақтан бізге тапсырмалар келеді. Таңертең соның барлығын хаттарды оқимыз, соларға жауап береміз, сол жұмыстарды атқарамыз. Одан кейін арнайы жобаларға дайындаламыз. Үлкенді кіші концерттер бар, әртүрлі фестивальдер бар. Нотр-Дам сияқты үлкен жобалар бар мысалға. Соның барлығы біздің шығармашылық қызметтен өтеді. Енді 1 жылда қандай нәтижелі өзгерістер бар? Қарамағыңызда қаншадан бар жалпы? Бізде негізі Қазақконцерт мемлекеттік концерттік ұйымы 500-ге жуық штат бар, өте үлкен ұжым. Менің шығармашылық қызметтегі жұмысым бұл концерттерді өңдеп халыққа ұсыну. Яғни сахна бар, дыбыс бар, жарық бар, әншілер бар, жаңа киетін киімдер, қойылымдар, режиссерлық группа бар, менеджерлер бар. Соның барлығын менің шығармашылық қызметім қамтиды. Біз үлкен концерттік жобаны жасаймыз да халыққа ұсынамыз. Менің жұмысым сол. Басшылық кресло қалай екен? Ыңғайлы ма? Ұнап жатыр ма? Енді мен көп басшылық қызмет дегенге көп жаңағы көңіл бөле бермеймін. Сол қатарда жаңағы ең бастысы мен үшін, қалай айтсам болады, жауапкершілікті өзім сезініп, сапалы дүниелер шығару. Маған сол ой көбірек мені жетелейді. Сол себепті енді ыңғайлы ма, ыңғайсыз ба білмеймін, әйтеуір қатарлас барлығымыз үлкен ұжым болып жұмыс жасап жатырмыз. Енді Мөлдір, әдетте мемлекеттік басшылық қызметке тұру үшін жоғарыда не әкең, не көкең болу керек деп жатады. Мөлдір, сізді басшылыққа ұсынған кім, қолдаған кім? Енді барлығынан топырақ шашуға болмайды ғой, әрине жағымсыз жағы да бар, жаңағы бәке, сәке, жәке ретінде жұмысқа кіретін және басқа да өзінің еңбегімен, өзінің білімімен, ілімімен де көтеріліп, жақсы жетістікке жетіп жатқандар да аз емес. Менің жағдайымда, мен Алматы қаласында Жеңіс Елубаева ағамыздың, ол кезде ол кісі филармонияның бастығы болды. Сол кезде филармонияда мен кішігірім ол кісіге көмек сұраған болатын. Сол жерде мен назар тобының жаңағы іріктеуін жүргіздім. Сол жерде біз базировались, сол жерде отырып, біздің жаңағы кеңсеміз ретінде мен орын сұрағам, маған берген болатын. Кейін Жеңіс ағаны Қазақконцерт мемлекеттік концерттік ұйымына директорға тағайындаған кезде Жеңіс аға жаңағы сол жердегі ұжымда жүрген көптеген адамдарға ұсыныс жасады. Астанаға жүріңдер, осындай ұжымдық жұмыс жасайық деген кезде мен ойланып барып, келісім беріп, солай мен осындай қызметке Астанаға көшкен болатынмын. Енді күнделікті жұмыс уақыты таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін ғой. Өнер адамына күнде бір уақытқа бағыну қиын емес пе? Енді шығармашылық өнер адамы болғаннан кейін бір тәртіпке бағыну қиын болып жатқан жоқ па? Басында қиын болды, енді мен қиын болған жоқ, бірден үйреніп кеттім деп өтірік айтпай қояйын. Қиналдым, өйткені біздер көбіне кешке, той-томалақта кешке жүреміз, содан кейін студиялық жұмыстардың барлығы, бізде дыбыс жазу студияларының барлығы түнде жұмыс жасайды. Түнде жұмыс жасап, кешкісін жұмыс жасап үйреніп қалғандықтан біз түске дейін ұйықтаймыз. Енді оны жоққа шығарудың қажеті жоқ. Сондай режимге үйренген адам әрине таңғы 9-да тұру маған кішкене қиынға соқты, бірақ кейін уақыт өте әрине мен үйрендім. Мөлдір, қызмет сіздің ішкі әлеміңізді, мінезіңізді өзгерткен жоқ па?
өзгерген жоқ деп ойлаймын, өйткені сіз нақты қойыңыз сұрақты, қай жағынан ол өзгертуі мүмкін мысалы. Енді кейбір басшылықта болғаннан кейін мінез қатаюы мүмкін, қаталдық пайда болуы мүмкін деген сияқты ғой. Енді жұмысқа келгенде қаталық бұл қызметсіз ақ менің бойымда бар. Оны мен өзім ұстазым Баян ханымнан үйренгем. Сол қаталдықтың арқасында осындай жетістікке жетіп отырдық біз сол орталықта жұмыс жасаған кезде. Сол себепті кейін мен де қыздардан іріктеу жасап назар тобын ашқан кезде де сол қаталдығым көмегін тигізді септігін. Сол себепті қаталдық бар. Ол болу керек деп ойлаймын, бірақ болғанда енді асыра бір қаталдық болмау керек. Барлығы өзінің орнымен болса, қаталдығының орнымен, жұмсақтығының да орнымен болу керек. Сонда тепе-теңдік ұстасақ, жақсы жұмыс істеуге болады деп ойлаймын. Ал енді достарыңызбен араңыз аяқ асты суып кеткендей көрінбей ме, әлде керісінше қызметке келгелі сізді төңіректеген адам көбейіп кетті ме? Бұл қызметке байланысты емес, енді біз өнер адам болғандықтан, халықтың алдында болғандықтан, бұрыннан да көпшілікпен араласып, өзіміздің ортамызда көпшіліміз біз. Мен мысалы өзім таңдамаймын, қызметке қарап таңдамаймын, болмаса жағдайына қарап таңдамаймын. Мен араласқысы келген, ниеті түзу адаммен араласа беремін. Кімдермен доссыз, кімдермен жиі араласасыз? Достарымыз өте көп, өнерде де достарымыз өте көп. Билайн сервисін енді Еурофарма дәріханалар желісінен алуға мүмкіндік бар. Сим-картаны ауыстыру, нөмірді қалпына келтіру, тіркеу, басқа операторлардан ауысу сияқты қызмет түрлерін енді дәріханаға келіп жасатуға болады. Билайн, жарқын жақта өмір сүр. Мөлдір, балаңыз қазір нешеде? Жұмысқа кеткенде кім қарап жүр? Балам, құдайға шүкір, 3,5 жасқа келді. Балам енді қазір балабақшаға ешкім барып жоқ, барлығы үйде карантинде. Мен баламды өзі 5 айлығынан тәрбиесіне, өсіп-өнуіне көмектесіп жатқан, ол менің ата-анам, Нағаша ата-әжесі. Балам негізі менің балам емес, қазір атасы көріп ренжіп қалмасын, атасының баласы. Мен тек қана атам балам деп айтады, сол себепті атасының баласы өсіп жатыр. Қазір енді кішкентай ғой, бірақ сонда да баланы бастан дейді, кішкентайынан құлағына құйып, яттың ят екенін, бардың бар екенін, жоқтың жоқ дейді, жоқ екенін құлағына құйсақ, енді іргетасы қалайтын өзіміз болғандықтан ойлаймыз баланы, ойламаймыз емес. Мөлдір, енді өзіңіз осы бірнеше жылдық мемлекеттік қызметте басшылықтан ұрыс естіп көрдіңіз ба? Әрине естисің. Қандай жағынан? Енді ол қызметке әр адам қандай да бір жаңа жұмысқа келген кезде оның кемшіліктері болады. Сол кемшіліктерді мойындап, тәжірибемен үйреніп, сол ұжымнан үйреніп, болмаса басқа шеттен үйреніп, болмаса басшылықтан үйреніп, сен пісесің. Сол себепті мен де кейде бір жұмыстарымда шикілігім болған кезде болды, мен ұрыс естідім. Әрине ұрыс естіген кезде ең бірінші мен кешірім сұраймын, және бірденен сол қателікті барып түзетуге тырысамын. Сөйтіп адам піседі, үйренеді тәжірибемен деп ойлаймын. Жақсы, тамаша. Рахмет енді. Мөлдір, алтын уақытыңызды бөлгеніңізге. Сіздерге де үлкен рахмет. Осындай қиын қыстау кезде өздеріңіздің енді қазір шығуға өте қорқынышты, үйдегі бала-шағаң үшін көп уайымдайсың. Соған қарамастан сіздер ар жақта отырған операторларыңыз бар, сценарист бар, тағы осындай үлкен ұжымға алғыс білдіремін. Халықпен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Көп рахмет сізге. Сау болыңыздар. Ал қазір әріптесім Наталья Райым тағы бір танымал тұлғамен байланысқа шығады, арнамыздан ауыспаңыздар.